Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге кеспе көже деп аталатын тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен қазақ тілді YouTube каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, YouTube каналыма тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, кеспе көжені мен ұсынған рецептпен жасап көрсеңіздер, дәмінің өте ерекше болып шығуына кепілдік беремін. Және де бұл кеспенің езілмей, өзінің формасын сақтап, дәмі де өте ерекше болып шығады. Рецепттің описание бөліміне, яғни төменге толықтай жазып кететін боламын. Достар, сіздер кеспе көжені қалай дайындайсыздар? Қыр-сырларын бөлісіп, комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер де, мен өте қуанышты болып қаламын. Ендеше тамағымызға кірісейік. Ең алдымен қара кесек еттерімізді кубиктап немесе сопақ формада тураймыз. Одан кейін жуа, яғни пиязымызды да турап аламыз. Пиязымызды жіңішке, ұзынша формада турап шығамыз. Достар, сіздерге бір лайфхакпен бөлісейін. Мен балабақшада тәрбиеші болып жұмыс істегенмін. Және де сол жерде аспазшылар картопты өте майда, 4 бұрыш, кубиктап турайтын. Неліктен десеңіздер, майдалап туралған картоптар тез қорытылады және де балалардың тамағынан да тез өтеді. Мен де сол нәрсені үйреніп алдым. Мен әрдайым тамақ жасаған кезде картоптарды ірі-ірі қып турап, және де сол картопта тамақта желінбей қалып кететін. Мен сол балабақшада жұмыс істегеннен бастап картоптарды өте майда етіп тураймын. Себебі тез желінеді және де қорытылуы да тез. Достар, сіздерге де картопты майдалап тураңыздар дегім келмейді. Өйткені картопты қалай турасаңыздар да өз еріктеріңіз. Сіздерге плюс бір информация болсын деп жаңағы лайфхакты айтып жатырмын. Ол лайфхакты мен шығарған жоқпын. Достар, менің YouTube каналымда Pinduoduo курсының Otido сабақтары түсіндірілген, қарап алсаңыздар болады. Одан бөлек түрлі тағамдар мен түрлі тәттілердің де рецепттері бар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін. Келесі кезекте қазанымызға сұйық майымызды құйып, қызғаннан кейін пиязымыз бен етімізді салып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін болгар бұрышы дейді, яғни қызыл болгарскийімізді да майдалап 4 бұрыш формада турап шығамыз. Келесі кезекте қызанақтарымызды тураймыз. Дәл осындай майда қызанақ болу шарт емес. Егер де үлкендеу, бір қызанақты турасаңыздар да болады. Осы туралған көкөністерімізді бұқтырылып жатқан ет пен пияздың үстіне салып шығамыз. Чесноктың жасыл шөбінде өте майдалап тураймыз. Егер де чесноктың жасыл шөбі болмаса, орнына чесноктың өзін қоссаңыздар да болады. Чеснок, яғни сарымсақ. Чеснокты қай тағамға қоссаңыздар да ерекше дәм береді. Туралған чесноктың жасыл шөбін қазанға салып, қасықтың көмегімен жақсылап барлығын араластырып шығамыз. Ендігі кезекте дәміне қарай дәмдеуіш, қытай тұзы, аз тұзын қосып, қасықтың көмегімен тағы да барлығын араластырып шығамыз. Араластырып болғаннан соң қазанның қақпағын жабамыз. Енді кеспенің қамырын дайындаймыз. Ол үшін салқын суымызға тұзымызды қосып, оның үстіне жұмыртқамызды шағып, енді суымызды қамырға құйып, яғни ұнға, қолымыздың көмегімен жақсылап қаттылау қамыр илейміз. Қамыр неге қатты десеңіздер, бұл кеспенің езілмей өзінің формасын ұстап тұруы үшін. Болғаннан кейін қамырды аударып, бетіне пакет немесе табақ жауып қойсаңыздар да болады. 20 минутқа демалдырып қоямыз. Сорпаның, яғни жаңағы көкөністердің үстіне су құйып, оны жарты сағат 40 минутта қайнатып, астын пісетіп қоямыз. Біздің қамырымыз демалып болды. Енді осыны оқтаудың көмегімен ұнға малып алып, жақсылап жайып аламыз. Кеспенің қамыры қатты қалың болмау керек,
және де жұқа да болмау керек. Қалың болса піспей қалады, жұқа болса езіліп қалады. Сондықтан да қалыңдығы орташа болғаны дұрыс. Қамырымызды кесетін кезде міндетті түрде арасына, яғни ортасына ұнды жақсылап көбірек етіп себеміз. Бұл қамыр кеспенің кесілген кезде кеспелеріміз ашылмай қалмасы үшін барынша ұнды көбірек сепкендеріңіз дұрыс. Видеода көрсетілгендей майдалап кеспе қамырларын турап шығамыз. Жаңағы себілген ұнымыз көп болғандықтан қолымыздың көмегімен кесілген кеспелерімізді осылай сілкіп аламыз. Сілкімеген жағдайда сорпамыз қою кеспе сорпа болмай шығады. Барынша ұндарын кеспеден ажыратып алу керек. Келесі кезекте қайнап жатқан сорпамыздың үстіне кеспе қамырларын салып, арасында осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. Араластырып тұрмасаңыздар, қамырлар бір-біріне жабысып, дұрыс піспей қалады. Кеспе қамырларын сорпаға салғаннан соң, қамырымыз 20-25 минут шамасында орташа оттықта қайнауы керек. Осы уақыт аралығында кеспе қамырлары пісіп шығады. Мінекей, біздің әдемі кеспе қамырымыз, кеспе сорпамыз дайын болды. Ендігі кезекте ыдыстарымызға құйып, кеспе сорпаны ішетін боламыз. Мінекей достар, бізге ас болсын. Сіз де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сәндігі үшін, дәмі үшін де укроп, пияз қоссаңыздар да болады. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Достар, Instagram парақшама да тіркеле кетіңіздер.